Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай лимоннан екі түрлі тосап жасаудың рецептісін көрсететін боламын. Біреуін осылай ешқандай қайнатпай, барлығын араластырып қана жасаймыз, ал екіншісін қайнатып жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны өткізбей, асықпай соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жандағы қоңырауша батырмасын басып қойды ұмытпаңыздар. Құрамдарының барлығын толықтай описанияға жазып қалдырып кетемін. Тақырып тұрған жерді бассаңыздар, описания бөлім ашылады. Бізге 1 килограмм лимон қажет болады. Мен оның жартысын қайнатып жасаймын, ал жартысын қайнатпай жасайтын боламын. Осылай лимонымызды ортасынан кесіп, ішіндегі дәндерін алып тастаймыз. Міндетті түрде лимондарымызды жуып, тазалап аламыз сырттарының барлығын. Және де осындай қатты жіңішке емес, қатты жуан емес бөліктерге бөліп аламыз. Біз дәл қазір қайнатып жасалынатын тосапқа осылай алдын ала дайындап қоямыз. Лимондарымызды турап, бізге 1 килограмм лимонға 1,5 килограмм қант қажет болады. Қантты 4 бөлікке бөліп салатын боламыз. Бірінші бөлігін осылай салып, лопатамен жақсылап араластырып, жарты сағатқа қалдырамыз. Осы уақытта қалған лимондарымызды осылай шеттерін алып тастап, бұл қайнатылмай жасалатын тосапқа арасына дәндерін қоса берсеңіздер де болады. Егер ұнатпасаңыздар, алып тастасаңыздар да болады. Осындай бөліктерге бөліп, блендердің немесе ет тартқыштың көмегімен барлығын жақсылап өткізіп аламыз. Міне бізде осылай барлығы майда болып өтеді. Бір ыдысымызға салып, оның үстінен менде қазір бұл жерде 500 грамм лимон, 500 грамм лимонға 500 грамм қант қосатын боламыз. Қантымызды қосып, екеуін жақсылап лопатаның көмегімен араластырамыз. Қыстың күні тұмауратып ауырып жатсаңыздар, міндетті түрде дәл осы лимоннан тосапты жасап, шайларыңызға қосып ішсеңіздер, иммунитеттеріңізді де көтереді, сіздердің тұмауларыңызды да жазатын болады. Кез келген осындай ыдысқа, банкіге, немесе осындай пластмассовый ыдысқа салып, холодильникте сақтай беруге болады. Көбірек етіп жасап қойыңыздар, қыстың күні рахатын көресіздер. Газге қоятын ыдысымызды қойып, үстінен жаңағы қалдырған лимонымызды саламыз, және де қантымыздың екінші бөлігін салып, жақсылап араластырамыз. Осылай 1-2 минуттай баяу отта емес, орташа отта қайнататын боламыз. Кішкене қайнағаннан кейін бізде осылай шырыны бөліну керек. Өте әдемі түске еніп, осы кезде 4-ші бөлікті қантымызды салатын боламыз. Және де тағы да 2-3 минутта қайнатамыз. Көп қайнатып жібермеңіздер, себебі лимондарыңыз езіліп кетуі мүмкін. Жалпы алғанда 7-8 минуттай қайнатсаңыздар жетеді. Мен кішкене ұзақ қайнатып жіберіппін. Менің лимондарым кішкене езіліп кеткен. Осыны алып, кішкене бөлме температурасында суытып, кез келген банкіге салып, біздің мұздатқышымызда сақтай береміз. Достар, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, дәл осы видеома лайк басып, астына өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Және де WhatsApp желісінде өздеріңіздің достарыңызбен кез келген чаттармен бөлісіп кетулеріңізді сұраймын. Міндетті түрде дәл осылай жасап қойыңыздар. Мен өзім былтыр қыста осыны 2 рет жасап, барлығын тауыстып қойдық, көктемге дейін жетті. Әсіресе дәл осы тосаппен ташкентский шай жасап ішсеңіздер, өте әдемі дәм береді. Сіздермен болған арайлым.